Малик ибн Динар деген ғалым жайында бүкіліңіз білесіздер. Малик ибн Динар деген ғалым болған. Сіздер бұл оқиғаны естіген шығарсыздар, бірақ арт жағын, оның оқиғаның арт жағы да бар екен да. Малик ибн Динар білесіздер, қарақшы болған адамда. Қарақшы. Жолда кетіп бара жатқан жаңағы жүгін тасып, саудасын қылуға кетіп баратқан каравандарды тонайды. Сөйтіп Малик айтады, бір күні базарға барған сәтімде дейді, бір кішкентай қызды көрдім дейді. Ата-анасымен тұрған дейді. Ата-анасы кішкентай қызға тәттілерден алып беріп жатыр екен дейді. Сол кезде шіркін, менің де кішкентай қызым болса ғой деген арман туды дейді. Бірақ Маликке кім қызын берсін? Бүкілі білетті тараз бойнек екен, бандит. Кім қызын берсін оған? Сосын Малик айтады, маған тастау керек дейді. Сөйтіп Малик ибн Динар қарақшылығын тастап, бір қызды тауып үйленеді. Зәлдәне армандағандай Алла қыз береді оған. Қызы 2 жасқа толған кезде Малик айтады, мен қатты арақ ішетін едім дейді. Вино ішеді, арақ ішеді. Сөйтіп ішіп жатқан сәтімде қызым алдымда отырды дейді. Қызым алдыда қолымды шапалақпен қарс еткізіп бір-ақ ұрып жүрді дейді. Қолымдағы тұрған жаңағы арағым төгіліп кетті, стақаным сынып кетті. Сол кезде дейді, қатты ашуым келді. Егер де қызым емес дейді, қызымның орнында басқа біреу болған кезде дейді, өлтіріп тастар едім дейді. Бірақ кішкентай қызым ғой дейді. Сол кезден бастап арақты қойдым дейді. Қызым 5 жасқа келген кезде Алланың қалауы болды. Алла менің қызымның жанын алып кетті. Алла өзі берді, өзі алды. Бірақ менің жүрегімнің ауырғаны, қатты болғаны соншалық. Бейне бір дүниедегі ең қатты сынауып жатқан мен ба деп ойладым дейді. Менің басыма келген сынақ ешкімнің де басына келіп жатқан жоқ деген ойлар болды дейді. Сөйтіп, бұрынғы ескі күнәма қайттан көштім дейді. Bir күні ұйықтап қалдым дейді. Ұйықтап қалсам, қиямет. Адамдардың барлығы қабірлерден тіріліп жатыр. Қабірлерден тіріліп жатқан кезімізде жүріп бара жатып, тауларды көрем, оттарды көрем. Артыма бір қарап қалсам, үлкен, дәу, жылан мені қуа бастады. Қашып бара жатырмын. Алдымнан ақсақал шықты дейді. Аппақ киініп. Айттым дейді, ақсақал, көмегіңді тигізе аласың ба? Жоқ, көмектесе алмаймын. Бірақ ана тауға жаққа қаратай қаш деп айтты дейді тек қана. Сөйтіп тау жаққа қаратай қашам. Мен қатты жүгірген сайын жылан да қаттырек не істеп жатыр? Жылдамдығын қосып жатыр дейді. Қайтадан шамал жүгіргенде ақсақалды көрем дейді. Ақсақал көмектесшісем, шеге көмектесе алмаймын. Бірақ ана тау жаққа қаратай жүгірді, қайтадан маған жол сілтеп жіберді дейді. Қайтадан тау жаққа қарай жүгірдім дейді. Сөйтіп таудың жанына жетіп қалған кезде етегін қарасам, бір топ кішкентай балалар ойнап жүр. Ішінде менің қызым, қайтыс болып кеткен қызым. Қызым көрдім. Мені келіп құшақтап алды да, артымдағы келе жатқан жаңағы жыланды келді бір қолмен кет бар деп қуып жіберді дейді бір кезде. Сөйтіп қызыма қараймын, қызым, сен дүниеден өтіп келдің ғой? Сен дүниеден өтіп кетіп едің ғой? Қалай мен сені жолықтырдым дейді. Қызым, не болып жатыр? Біз қай жердеміз? Мынау бүкілін сұрай бастайды. Сол кезде қыз айтады, әкетай дейді, бұл қиямет дейді. Сенің артыңнан қуып келатқан жылан, ол сенің күнәларың. Сенің күнәларың сондай үлкен болды, сен олардан қашамай жатсың. Ал жаңағы ақсақал аппақ киініп алған, ол сенің жақсы істерің. Олардың аз болғаны соншалық, олар саған көмек көрсете алмай жатыр сенің күнәларыңа қарсы. Әкетай, Алла Тағала Құранда деп, қызы Хадид сүресінің аятын оқиды.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. İman келтірген момындардың жүректері Құранды оқып, Құранды тыңдап, жүректерінің жұмсараты кезі келмеді ма деген мағына іспеттес оқиды. Малик сол кезде оянып кетеді. Оянып бір кезде есін жиып барып дәретін алып, тахаратын алып, мешітке барса ақшам намазын оқып жатыр екен. Бисмилла деп сапқа тұрып қалса, имам да «Әләм я'ни лиллазина аману» деп манағы аятты оқып жатыр дейді. Дәл сол аятты оқып жатыр. Малик намаз біткеннен кейін болды. Мен барлығын түсіндім. Құдай маған белгі беріп жатыр. Құдай мені құтқаруға осындай үлкен белгі беріп жатыр. Осыдан кейін түзелмеген адам ақымақ. Сөйтіп түзелдім да жаңа өмір бастадым. Малик ибн Динар деген үлкен ғалым, мухаддис болды. Динар деген арабтың ақшасы. Дирхам, динар деген бар. Динар деген алтынды. Сол Малик ибн Динар айтатын, динар деген сөз дейді. Арабтың ақшасы ғой баяғы. Екі сөзден тұрады дейді. Дин деген, сосын нар, от деген дейді. Егер де сен ол динарды, яғни алтынды дұрыс басқара білсең, ол сенің дінің, яғни жәннатың дейді. Ал егер де соны дұрыс басқара білмесең, ысырап қылып, күнәға жұмсасаң, онда ол нар, от дейді. Осындай тағриф берген ғой. Ибн Касир осы сөздерді келтіреді тәпсірінде. Сондай үлкен ғұлама ғалым, үлкен дәрежеге жетеді. Алла берді, түсінді, жетті, болды. Енді айттым белгені, бір күні Малик үйінде намаз оқып жатады. Түнгі намаз қалдырмайды. Сөйтіп үйінің светіне өшіріп қойған, ешқандай не шам жақпайды. Түнде намаз оқып жатса, үйіне біреу терезеден кіріп келген ғой. Бір ұрлықшы да. Ол да ештеңе көрмейді. Ана кісі намаз оқып жатқан. Қолына түскенін кетіп жатыр ана кезде. Үй таңдамайды ғой кезде. Кіре береді, баяғыдай свет жоқ, свет бар дейсіз ба? Бүкіл сөндіреді, жақтады дейік. Салафы солихтардың кезеңі ғой енді. Баяғы бұрынғылардың. Сөйтіп Малик намаз оқып бітетті, манағы ұрлықшының қолын ұстай қалады ғой жаңағыдай. Түні жоқ қолын ұстай қалады. Ұрлықшы, жібер мені, жібер, болды, қойдым, біттім, қалағанымды сұра деп айтып жатса, Малик айтады дейді. Қолыңды жіберіп, алған нәрсеңмен сонымен босап шыға бер дейді. Алған нәрсеңмен шыға бер. Мен сені ешкімге айтпаймын. Сені ешкімге менің үйіме ұрлықшы келді деп айтпаймын мен дейді Малик. Сол кезде манағы ұрлықшы айтады. А сен не істеп жатыр едің мына кезде? Мен намаз оқып жатыр едім дейді. Ұрлықшы. Жаңа үйге кіруге келген осы айтады. Маликқа да. Мен сенің жанында тұрып намаз оқиыншы дейді. Ана бүкілін кешіре сал, болды деп жатса, онда мен сенің жанында тұрып намаз оқиыншы дейді. Екеуі намаз оқиды. Тахаджудқа тұрады. Ұрлықшы үйіне өтін толықшы намаз оқып отыр дейміз. Кім елестетеді, үйіне бір ұрлықшы келіп, шамалдайын қарап қойса, екеуі намаз оқып жатса. Енді Алла ол кісілердің жүректері сондай да, ана сөйлеген кезде, кешірген кезде, сонда Алла жақсы көріп қояды да бірден жаңа намаз оқиыншы дейді. Екеуі намаз оқиды ғой. Намаз оқып біткеннен кейін мана ұрлықшы Малик ибн Динардың қолын алып жатса, Малик айтады дейді, болды бар, енді жөніңмен жүр десе, ана кісі айтады дейді, жоқ, екеуміз бірге таң намазына барайық мешітке дейді. Сосын бар, Малик жарайды дейді. Екеуі қайтадан дәрет жаңартып шығып, мешітке барып таң намазын оқып шығып келе жатса, Малик айтады дейді, болды енді кетсейші деп айтады. Жоқ дейді. Білесің ба, пайғамбардың хадисі бар ғой, қонақты 3 күн күту керек деп. Хадис айтып тұр дейді осы. Ұрлықшы бар ғой. Пайғамбарымыз хадисі бар ғой, 3 күн қонақ күту уәжіп, ары қарай садақа дейді. Ары қарай садақа. Хадистерде 1 күн деп келеді, бірақ дұрысы 3 күн. Ары қарай күтсең садақа деген сияқты. Малик амал жоқ жарайды. Екі сөйтіп тахаджуд, таң намаз, мешітке барады екеуі. Друг та жаңағы. Сөйтіп намаз оқып 3 күн өткеннен кейін енді ана жігіт рахметін айтып
Малик, сен менің көзімді аштың. Сен көп нәрсеге себепкер болдың. Алла сенен разы болсын деп рахметін айтып кетіп бара жатады. Сыртқа шықса баяғы ұрлықшы жолдастар ғой. Ей, қайда бол? Бір түні кетіп едім, 3 күннен кейін бірақ келіп отырсың. Қайда болдың деп айтады ғой. Мен Малик ибн Динардың үйіне түсіппін деп айтады дейді. Бірдеңке ұрладың ба дейді. Бірдеңке алып шықтың ба дейді. Ұрлықшы айтады, жоқ дейді. Ештеңкені ұрлай алмадым. Малик менен ұрлады деп айтады дейді. Қой, неңді ұрлады десе? Малик менің жүрегімді ұрлап, оны Аллаға беріп жіберді дейді. Малик менің жүрегімді ұрлап, Құдайға беріп жіберді дейді. Сондай да адамдар болады екен ғой, жүрегіне кіре қалып, жүрегінен үлкен орын алып, Алламен байланыстырып қояды да болды, өзі жоқ болып кетеді.